Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін лук жасауды көрсетемін. Яғни айтқанда, кәдімгі лук емес, бұл басқаша лук. Оны мен скелеттерден 2 рет көрдім. Қазір достар, ол үшін ондай лук қандай көрсетемін қазір. Не? Ондай көрініздер ғой қазір. Лақтыр жүрейік. Көрініздер ғой күштілігі. Осыны жасау үшін лукты аласыздар. Забройный книга, моч, болмырма сондай. Нек ланяма соны алып, мұнда қоясыздар да. Осыған кіріп, мұна лукты қоясыздар. Және де мұнандай книганы қоясыздар да. Міне, үст жасалады. Сонда міне үстіп жасап алуларыңызға да болады. Мынандай сұларды ұнатпаймын. Балшық сияқты. Міне осындайлары бүйтіп. Осындай анау скелеттерден алам. Бірақ бұлардың күші бітейін дегенде, одан сөйтіп қарасам, жақта моч деп жазылып тұр. Одан кейін істеп алып. Достар, егер сіздерге осындай не ұнаса, подписать етіп колокольчик басыңыздар, лайк басыңыздар. Анағы видео сияқты неге комментке жаз қойдар. Так, ит тасалақ бірінші. Ол күшік екен ғой. Ит тасаймын. Мен кеттім, сен қау. Так, мияқтан сундықта не бар екен? Бұндай мен талай рет табам. Şimdi алтын бар ма екен? Жоқ. Жарамсыз заттар анкей. Ай. Күшің манияқтар екен ғой. Достар, кездескенше сау болыңыздар. Анау не подписчиктер тақтасына жазам. Мама тезі көреді ғой. Достар, давайте мен сіздерге сенем. Сіздер сенмейм ғой, ең құрмаса 10 подписчикке жеткізбейсіздер ғой. Іздейсіздер. Дайте.